Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен қырыққабатты ашытып тұздаудың ерекше бір рецептімен бөлісетін боламын. Егер сіздер әлі дайындамаған болсаңыздар, онда осы видео сіздерге қажет деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Көңілдеріңізден шығып жатса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, қазақша контентті қолдап тіркеле кетіңіздер. Қырыққабатымыздың сыртындағы бір қабат жапырақтарынан тазартып аламыз. Жақсылап жуып алғаннан кейін қырыққабатымызды өте ұсақтамай, ірі текшелеп турап аламыз. Қырыққабатымызға түс беру үшін екі бас сәбізді үккіштің ірі көзінен өткізіп, қырыққабатымыздың үстіне салып араластырамыз. Қырыққабатымызбен сәбізімізді араластырып алғаннан кейін 5 литр ыстық суға 1 стакан тұзымызды салып араластырып үстінен құямыз. Суымыз бетін жауып тұру керек. Тұзымыздың йодталмаған түрінен аламыз барынша. Сонымен бірге суымызда суық су болмау керек, ысқылтым су болу керек. Бетін жауып, үстінен ауырлау затпен бастырып, 3-4 күнге жылы жерге қойып қоямыз. Үш-төрт күннен кейін жылы жерде тұрған қырыққабатымыздың түрі сарғылтым болып өзгеріп, сонымен бірге ашқылтым иісі шықса, онда қырыққабатымыздың дайын болғаны. Дайын болған қырыққабатымызды судан қолымызбен мыжымай, тек қана суын сорғытып қана басқа бір ыдысқа салып аламыз. Енді қырыққабатымыздың үстіне 2 ас қасық қызыл бұрышпенен 3-4 сарымсақты езіп, оның үстіне 1 ас қасық балымызды салып, қатты мыжымай, астын үстіне шығарып, араластырып аламыз. Қырыққабатымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін шыны ыдысқа, болмаса эмаль ыдысқа салып, 1 күнге жылы жерге қойып қоямыз. 1 күннен кейін салқын жерге шығарамыз. Сонымен бірге тағы ерекшелігі, қыстың кез келген уақытында 3-4 күнде осылай дайындап ала бересіздер. Керек заттың құрамын видеоның соңында жазып қалдырып кететін боламын. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен ұлттық тамақтарымыздың бірі жау жүрек деп ел арасында аталатын тіскебасардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қойдың бауыры менен іш майынан жасалатын жасалу жолы өте оңай. Осы тіскебасар әсіресе ер азаматтардың көбісіне ұнайды деп ойлаймын. Ендеше қыз-келіншектер, видеоның соңына дейін көріңіздер. Егер рецепт сіздерге ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Тіркелмегендеріңіз болса, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, қоңыраушаны басып, тіркеле кетіңіздер. Бізге керегі қойдың бауыры, қойдың іш майы, сонымен бірге 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық қызыл бұрыш және күштен өткізілген 3-4 сарымсақ. Бауырымызды іш майға орамас бұрын алдыменен маринадқа 10 минутқа қойып аламыз. Маринад дайындау үшін тұзымызды, қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды және сарымсағымызды қосып араластырып аламыз. Енді бауырымызды өте қатты майда да қылмай, ірі де қылмай, текшелеп турап аламыз. Турап алған бауырымызды дайындап қойған маринадымызға салып, араластырып, бетін жауып 10 минутке қойып қоямыз. Іш майымызды да бауырымызды орауға келетіндей етіп кесіп аламыз.
Дайын болған бауырымызды іш майымызға орап, тіс шөкейтін таяқшалармен бекітіп аламыз. Қызып тұрған тапада әр жағын 3 минуттан қыздырып қуырып аламыз. Мінекей тіске басар жау жүрегіміз дайын болды. Түрінің өзі тәбет ашатындай. Тістің нағыз осындай суық күндерінде жейтін тоқтамақтың бірі. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге Марокко ханымдарының ас үйінде жиі дайындалатын бахрир құймағының рецептісімен бөлісетін боламын. Бахрир құймағын сонымен бірге халық арасында тышише одна дырка деп те атайды. Бұлай аталу себебін видеоны соңына дейін көрсеңіздер білетін боласыздар. Алдыменен құрғақ ыдысқа манна крупамыз бен ұнымызды салып, елеуіштен елеп аламыз. Елеуіштен өткізіп алған манна крупамыз бен ұнымызды тағы да бір рет араластырып жібереміз құрғақ күйінде. Үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, тағы да 1 ас қасық қосыңыздар, сонда 3 ас қасық болады. Жарты шай қасық қана тұз саламыз. Аштықымызды саламыз 1 шай қасық. Сірке суменен қопсықышымызды әзір салмаймыз, артынан салатын боламыз. Енді құрғақ күйінде тағы да бір рет араластырып алып, үстіне жылы су құйып былғаймыз. Суымыз өте қатты ысыда болмау керек, салқында болмау керек. Енді осы массамызды блендерге құйып айналдырып аламыз. Блендерлеріңіздің қуаттылығына байланысты 3-4 минут, не болмаса 5 минутке шейін айналдырып аласыздар. Блендерден өткізіп алдық. Енді ыдысымызға қайтадан құйып, бетін жауып, 10 минутке қойып қоямыз. Мінекей 10 минутымыз өтті.
Массамыз кәдімгі қатық сияқты қоймалжың болып шықты. Енді осының үстіне дайындап қойған қопсқышымызды және алманың сірке суын құйып жақсылап араластырамыз. Сірке суы менен қопсқыш жұмыс жасаған кезде массамыз көпіршіп 2 есеге ұлғаяды. Енді табамызды қыздырып алып, құймағымызды пісіреміз. Астындағы отын қатты кетпеуін қадағалаймыз. Бахрир құймағының тағы да бір ерекшелігі, құймақты тек бір бетінен ғана пісіреміз, екінші бетін пісірмейміз. Сонымен бірге құймағымыздың тағы да бір ерекшелігі, піскен құймақтарымызды бөлек-бөлек матаның үстіне жайып қоямыз. Бірінің үстіне бірін қоймаймыз. Бахрир құймағының пісуі де ерекше. Қарап отырсаңыздар, жаймен де өзіне өзі кебет. Құймақтың беті кепкен кезде құймағымыз дайын болады. Егер видеоның соңына дейін көрсеңіздер, сізге осы рецепті ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, қоңырау шағына басып тіркеле кетіңіздер. Мінекей құймағымыз дайын болды. Дәмі де ерекше, түрі де ерекше. Беті құрғақ, кәдімгі губка сияқты болып шығады. Сонымен бірге кез келген тосаппенен, балменен, қаймақпен ұсына бересіздер. Видеоны соңына дейін көргендер үшін көп-көп рахмет. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Менімен бірге дайындаңыздар, сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен карамельді жаңға қосылған чак-чактың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте тәтті болып шыққан. Осындай ерекше чак-чакты сіздер жасағыңыз келсе, онда видеоны соңына дейін көріңіздер. Видео көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, мені қолдап, қазақша контентті қолдап, тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Бізге керегі ұн, 5 түйір жұмыртқа, 3 ас қасық қант, 1 шай қасық ас содасы. Мінекей осылардан қамырымызды илеп аламыз. Алдыменен құрғақ ыдысымызға 5 түйір жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстіне қантымызды салып, араластырып қантымызды ертіп аламыз. Осының үстіне ас содасын салып, ұнымызды біртіндеп салып отырып, қамыр илеп аламыз. Еттің қамырына ұқсас осындай қаттылау қамыр илеп аламыз. Дәл осылай илесеңіздер, қамырды жайған кезде де ұнда аз себесіздер. Қайта-қайта май ауыстырмайсыздар қуырған кезде. Сонымен бірге қатты қамыр өзінің бойына майда аз сіңіреді. Қамырларыңызды қуырып болам дегенге шейін майларыңыз өзінің таза қалпында, мөлдір күйінде болады. Илеп алған қамырымызды салфан қалтаға салып 20 минутке демалдырып қоямыз. 20 минуттан кейін тағы да жақсылап қайтарып илеп, тағы да 20 минутке демалдырып қоямыз. Иу қанған қамырымызды жаюымызға ыңғайлы етіп, екіге бөліп күлшелеп аламыз. Әрқайсысын жұқа етіп бөліп, лапша сияқты қылып турап, одан кейін дәл осындай майда етіп турап аламыз. Майдалап кесіп алған қамырымызды енді бойында ұн қалмайтындай етіп, елеуішке салып елеп аламыз.
Енді қызып тұрған табамызға май құйып, дәл осылай етіп қуырып аламыз. Чақшағымыздың бауырсағын дайындап алдық. Енді араластыратын карамельді сиробын дайындап аламыз. Ол үшін кез келген начинкасы жоқ карамельді конфет аламыз, табиғи бал аламыз және грек жаңғағын аламыз. Карамельді конфетіміздің ішінде начинкасы болмаса болды. Кез келген осындай молочный карамель конфет ала бересіздер. Қай жақтікі екені маңызды емес. Қабығынан аршып ыдысқа салып, 100 мл су құйып, астын баяу отта үздіксіз араластырып отырып, конфетімізді әбден ертіп аламыз. Әбден ергеннен кейін үстіне балымызды құйып, көпіршік пайда болғанға шейін үздіксіз араластырып отырып қыздырамыз. Енді чақчағымыздың үстіне дайындап қойған жаңғағымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне қызып тұрған сиробымызды құйып, астын үстіне шығарып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін қағаз формаларға салып аламыз. Дәл осындай қағаз формаларын пайдалансаңыздар, жегенге де ыңғайлы, сонымен бірге дастарханға қоюға да ыңғайлы. Дәмі ерекше керемет болып шыққан. Дәл осылай етіп сіздер де үйде жасаңыздар. Мінекей қарапайым ғана заттардан тұратын дәмі ерекше өзгеше чақчағымыз дайын болды. Карамель конфетпен табиғи бал және жаңғақ керемет үйлесімін тапқан. Дәмі өзгеше, сонымен бірге формасы да өзгеше болып шықты. Дәл осылай жасасаңыз, сізге де ұнап қалуы мүмкін. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Келесі видеода кездескенге шейін қош сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен Жапон халқының соңғы уақытта хит болған моти десертінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сіздер де осы десертпен балдарыңызды қуантқыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сонымен бірге видеоның соңында лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, қазақша контенттің дамуына азда болса өз үлестеріңізді қосып, жанында қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сол кезде бұдан кейінгі шығатын видеомды бірінші болып сіз көретін боласыз. Мотиіміздің дұрыс шығуы күріш ұнына байланысты. Күріш ұнының кез келген түрін пайдаланбаймыз. Мына менің қолымдағы осы түрін таңдасаңыздар, мотиларыңыз әдемі шығады. Сыртында жазылған рисовая мука клейкая деп 24 жылға шейін жарамды, салмағы 400 грамм. Сайттардан, не болмаса үлкен қалаларда, супермаркеттерден табуға болады. Мотиімізді осындай жақсы сортынан жасасаңыздар, мотиларыңыз әдемі шығатын болады. Сондықтан да осы түрін таңдаңыздар. Сонымен бірге мотиімізді жасау үшін бізге керегі қант ұлпасы, крахмал, жүгері. Алдымен мотиіміздің ортасына салатын кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге керегі творожный сыр, қойытылған сүт, жеміс-жидек. Жеміс-жидектің өздеріңіз ұнатқан түрін пайдалана бересіздер. Менде таңқурайдың мұздатқышта қатырылған түрі. Қойытылған сүтіміздің барынша сапасы жақсысын таңдаймыз. Кремімізді жасау үшін ыдысымызға творожный сырымызды және қойытылған сүтімізді салып, миксерлеп аламыз. Егер тәттірек болған қаласаңыздар, 2 ас қасық қант ұлпасын салып жіберіңіздер.
Дайын болған кремімізді тоңазтыққа салып қоямыз. Кремімізді жасап алып, тоңазтыққа қойып қойдық. Енді мотиіміздің қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға суық суменен, не болмаса бөлме температурасындағы сүтпенен суымызды құйып, араластырамыз. Үстіне қант ұлпасын салып, қанты әбден ерігенше осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құйып араластырамыз. Өздеріңіз қалаған пищевая краскадан 1-2 тамшысын тамызасыздар. Красканың құрғақ түрі де жарамды. Осылай үздіксіз араластырып, үстіне ұнымызды салып араластырамыз. Ұнымызды араластырып, жақсылап түйір қалмайтындай етіп, 1 шай қасық жүгері крахмалын салып, тағы да араластырамыз. Мотиді негізінен 3 түрлі әдіспен дайындауға болады. Біріншісі микроволновкада дайындау, екіншісі водяной парда дайындау, ал үшіншісі антипригарный сковородкада дайындауға болады. Мен үшінші әдісімен дайындайтын боламын, яғни сковородкада дайындап аламын. Ең соңында осындай түйірсіз масса шығу керек. Дайын болған массамызды қызып тұрған табамызға құямыз. Астындағы отын басып, үздіксіз араластырамыз. Үздіксіз араластырып, осылай былғап тұрамыз. Ең соңында осындай созылмалы қамыр аламыз. Қамырымыз қолға жабысқақ созылмалы болып шығады. Алдыменен жақсылап суытып аламыз. Егер суытып алмасаңыздар, ортасына салған крем зеріп кетеді, сондықтан да қамырымызды жақсылап суытып аламыз. Суытып алған қамырымызды шағын күлшелерге бөліп аламыз. Шағын күлшелерге бөліп алып, столдың үстіне крахмал сеуіп, оқтауменен жайып аламыз. Оқтаумен жайып алған күлшеміздің ортасына кремімізді және жемісімізді салып, саусағымыздың ұшымен екі шетінен бүктеп жинап, мотидің формасын формалап аламыз. Видеода көрсеткендей етіп, барлық қамырымызды осылай етіп жайып, ортасына кремін салып, мотиларымызды дайындап аламыз. Мінекей мотиларымыз дайын болды. Сіздер де осылай жасаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенге шейін қош сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептте мерекелік туған күнге арналған пипай тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер осы оригинал рецепт сізді қызықтырса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікіріңізді қалдыра отырыңыздар. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңырау шанына басып тіркеліп кетіңіз. Сол кезде ендігі шығатын видеомды бірінші болып сіз көретін боласыз. Ендеше осы оригинал рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Алдыменен тортымызды дайындау үшін миксеріміздің құрғақ ыдысына жұмыртқаларымызды жарып салып, үстіне қантымызды салып, әуелі баяу режимде 1-2 минут айналдырып алып, осыдан кейін жоғары көтеріп,
Қантымыз әбден ерігенше миксерлеп аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамыз миксерде айнала берсін. Осы уақытта енді сары майымыздың үстіне Қазақстан шоколадын салып, су моншасында не болмаса микроволновкада ертіп аламыз. Ертіп алған сары май мен шоколадымыз қатты суып та кетпеу керек, қатты ыссы да болмау керек. Қатты ыссы болса жұмыртқамыз пісіп кетеді, ал қатты суып кетсе қатып қалады. Сондықтан да қанжылым күйінде айналып жатқан миксердегі жұмыртқа мен қантымыздың үстіне құйып жібереміз. Құйып тағы да 3-4 минут айналдырып аламыз. Дәл осылай етіп шоколад пен сары майымызды әбден біркелкі масса болғанға шейін жақсылап ертіп аламыз. Ертілген сары май мен шоколадымызды дәл осылай миксердегі массамыздың үстіне құйып 3-4 минут айналдырып аламыз. Неге осындай қоңыр түсті масса шықты. Енді осының үстіне електен өткізілген ұнымыздың үстіне какао ұнтағыменен қобызғышымызды салып, араластырып, біртіндеп салып отырып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай қоймалжың масса шығады. Енді тортымызды пісіретін, яғни корждарын пісіретін пергамент қағазына домалақ етіп, диаметрін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қиып аласыздар. Мен 4-еуін қиып дайындап аламын. Неге осындай шоколад түстес қоңыр түсті масса шықты. Енді пергамент қағазының үстіне 5-6 ас қасықтан құйып, силикон қалақшаның көмегімен осындай етіп теп-тегіс етіп жайып аламыз. Қалған қамырымызды тортымыздың бетін әсемдеу үшін кішкентай печеньелер пісіріп аламыз. Корждарымызды дайындап алдық. Енді тортымыздың арасына жағатын кремін дайындап аламыз. Ол үшін тоңазытқышта тұрған кілегейімізді миксеріміздің құрғақ ыдысына құйып, үстіне қант ұлпасын салып, әуелі баяу жылдамдықта 1-2 минут айналдырып алғаннан кейін жылдамдығын көтеріп, қоюланғанға шейін миксерлеп аламыз. Массамыз қоюлана бастаған кезде үстіне творожный сырымызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Креміміз өзінің формасын ұстайтындай жағдайға келген кезде үстіне қойытылған тәтті сүтімізді құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Міне осыменен креміміз біздің дайын болды. Креміміз дайын болды, коржымыз да дайын. Үстін әсемдейтін печеньемізді де пісіріп алдық. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін кондитерлік қалтаға кремімізді құйып алып, сыртына кішкене шығарыңқырап, шарик шығатындай етіп, тортымыздың арасына кремімізді осылай етіп жағып аламыз. Тортымызды жинап болдық. Енді бетіне ганажын құямыз. Ганажын кәдімгі шоколадпенен сары май, үстіне кішкене кілегей құйып, су моншасында ертіп аламыз. Неге үстіне құйып, жағып аламыз біркелкі қылып. Тортымызды жинап алдық. Енді бетін әсемдейміз. Ол үшін кез келген жемісті ала бересіздер. Менде қара жидектің мынау қатырылған түрі мұздатқышта. Сонымен бірге құлпынай алдым. Және өзіміздің жаңа пісірген печеньеміз ортасына крем жағып осындай формаға домалақтап кесіп алдық. Енді жинаймыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша торттарыңызды әсемдей бересіздер.
Мінекей мерекелік пупипай тортымызды дайындап алдық. Түрі сондай әдемі, тартымды. Дәмі де әрине сөзсіз тәтті. Өйткені оригинал рецептпен жасалынған торт. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көргендерің үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін қош сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздердің назарларыңызға әжелеріміз дайындаған, апаларымыз дайындаған тәтті қант қатырудың ерекше рецептімен бөліскім келіп тұр. Мынау менің ескі қазаным. Қазаныңыз қандай деп аса қатты сөкпеңіздер. Бұл қазаным мен 35 жылдан бері доспын. Қант қатыру үшін ыдыстарыңызда жайлы болу керек. Осындай табаны қалың, ауырлау шүйген ыдыста қатырған дұрыс. Әуелі қызып тұрған қазанымызға қант салып аламыз. Қант менде 1 килограмм. Қантымызды осылай үздіксіз араластырамыз әбден ерігенше. Қантымызды осылай үздіксіз араластырамыз. Қасынан кетіп қалмаймыз. Мінекей қантымыздың басы бірікті. Енді үстіне 250 мл сүт құйып, араластырып, қантымыз әбден ерігенше араластырып, астындағы отын баяулатып қоямыз. Құрметті оқырмандарым, егер мені видеом соңына дейін көрсеңіздер, маған тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта тағы да ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей қантымыз қоюланды. Енді үстіне 80 грамм сары май салып араластырамыз. Енді осы қантымыздың үстіне кез келген дәндер салуға болады. Арахис болсын, грек жаңғағы болсын. Мен әртүрлі мейіз, сары мейіз, қара мейіз және майда сукаттар салдым. Дәндерімізді салғаннан кейін 2-3 минут осылай араластырып, тағы да қайнатып аламыз. Мінекей қантымыз дайын болды. Құрғақ ыдысқа құйып алып, суытып қоямыз. Мінекей көріп тұрсаңыздар, қантымыз өте жұмсақ болып шықты. Менімен бірге дайындаңыздар. Керек заттың мөлшерін видеоның астына жазып кетемін. Сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздердің назарларыңызға қойдың құйрық майынан дайындалатын тіске басардың жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Кейбір қыз-келіншектердің мұздатқышында жатса, осындай құйрық майлар шығарыңыздар, менімен бірге дайындаңыздар. Алдымен құйрық майымызды осындай бөлшектерге бөліп жуып тазалап, кептіріп аламыз. Бізге керегі сонымен бірге жуанның қабығы. Әрине сонымен бірге маринадтау үшін бізге тұз керек болады. Паприканың 2 түрі, сарымсақ, қара бұрыш. Мінекей осыларменен қойдың құйрық майын маринадтап, дайындап аламыз. Алдымен қоспамыз дайындап аламыз маринадтау үшін. Ыдысқа толық ас қасық тұз саламыз. Паприканы 2 түрінен саламыз. Қызыл ащы бұрыш саламыз.
кориандр саламыз және сарымсағымызды салып араластырып аламыз. Ыдысқа су құйып, пиязымыздың қабығын салып, бір ас қасық тұз салып, қойдың құйрық майын 35 минут қайнатып аламыз осы суда. Мінекей суымыз қайнап жатыр, суымыз қызарды. 30 минут қайнатып аламыз. Егер де менің осы видеом сіздердің қажеттеріңізге жарап жатса, қазақша контенттің дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, менің арныма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей майымызды сүзіп алдық, суытып алдық. Енді қоспамызды жағып дайындайтын боламыз. Майымызды алып, енді қоспамызды барлық жағынан айналдырып жағып шығамыз. Мінекей дайын болған құйрық майларымызды салфан қалтаға салып, холодильникке салып қоясыздар, шетінен алып пайдалана беруге болады. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Менімен бірге дайындаңыздар, сау болыңыздар.
Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге мохито шәрбәтінің рецептісімен бөлісемін. Мохитомызды дайындау үшін әрине бізге керегі жемістер. Жемістерден менде қара өрік, алма, шабдалының 2 түрі, апельсин, лимон, мята, қант және алдын ала стерилденген таза банкілер және лимон қышқылы. Алдын ала суымызды қайнатып қоямыз. Енді жемістерімізді тураудан бастаймыз. Әуелі алмалардан бастаймыз. Алмаларымызды 4-ке бөліп, ортасындағы дәндерінен тазалап, бірдей етіп дайындап қойған банкілеріміздің ішіне саламыз. Шабдалыларымызды да 2-ке бөліп, ортасындағы сүйегін алып, банкілерімізге бірдей етіп саламыз. Алхорларымызды бүтіндей теңдей етіп банкілерге бөліп саламыз. Апельсиндерімізді де ортасынан бөліп, мешкелеп турап банкілерімізге саламыз. Шабдалыларымызды да ортасынан бөліп, сүйегінен ажыратып, 4-ке бөліп, банкімізге теңдей етіп бөліп саламыз. Лимонымызды ортасынан бөліп, жіңішкелеп турап, банкілерімізге саламыз. Егер менің осы видеомды соңына дейін көрсеңіздер, алдын ала рахмет айтамын. Маған тіркеліп қоңыраушаны басып, лайк, комментария қалдырыңыздар. Жемістерімізді салып болдық. Енді жалбыздан 1-2 сабақтан үстіне салып шығамыз. Енді банкілерімізге қайнап тұрған судан толтырып құйып, қақпағын жауып 10 минутке қойып қоямыз. Он минутымыз өтті. Енді банкідегі суымызды ыдысқа қайтадан құйып алып, қайнатуға қойып қоямыз. Суымызды қайнатуға қойып қойдық. Осы аралықта әр банкімізге 200 граммнан қант және жарты шай қасық лимон қышқылынан салып дайындап қоямыз. Суымыз қайнады. Қайнаған суымызды банкілерімізге құйып, аузын бұрап жабамыз. Құрметті оқырмандарым, келесі видеоларымда мохито шәрбәтінің жаңа рецепттерімен бөлісетін боламын. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырамын. Банкімізді жауып алғаннан кейін осылай ары-бері шайқап, қантын ертіп, аузының дұрыс жабылған-жабылмағанын тексеріп, ыңғайлы жеріңізге апарып, төңкеріп, 2 күнге жылы плитпен жауып қоямыз.
Менімен бірге дайындаңыздар. Сау болыңыздар. Қайырлы күн. Баршаңызға бүгін сіздерге қысқа сақтайтын аскөктердің, яғни мұздатқыштың камераларында сақтаудың әдісімен бөлісетін боламын. Кейбір қыз-келіншектер қысқа сақтап алып жатады, бірақ та қыстың күні алған кезде біріне-бірі жабысып жатады, су болып. Мен сіздерге жабыспай сақтаудың өзімнің жылда дайындайтын әдісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк, комментария қалдырыңыздар. Алдымен жақсылап жуудан бастаймыз аскөктерімізді. Осындай тюльматаның үстіне аскөктерімізді салып аламыз. Далаға, яғни көлеңкеге апарып ілеміз. Қазақша айтқанда жел қақтырып аламыз. Осылай дайындасаңыздар тез әрі бойында су қалмайды. Осылай шөпімен іліп қойдым, міне. Жан-жағынан қыстырып, мынау тор көзі тез кебет, көлеңкеде қазір-ақ кеуіп қалады. Аскөктеріміз кепті. Енді біркелкі қылып турап аламыз. Турап алдық, бәрін енді жақсылап араластырып, алдын ала дайындап қойған ыдыстарымызға салып аламыз. Мен мынандай шырыннан босаған 0,5 баклажкалерді пайдаландым. Осы ыдыс өте ыңғайлы. Кез келген уақытта аузын бұрап ашып пайдалана бересіздер. Салған кезде нығыздамай саламыз. Дәл осы бағада алған аскөктеріңізді қыстың күні осы бағада ала алмайсыздар. Сондықтан да ерінбей менімен бірге дайындап алыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қысқа сақтайтын шабдалдан жасалынатын мохито шәрбатының рецептісімен бөлісетін боламын. Шәрбатымызды дайындау үшін бізге керек әрине шабдалы, 2 түйір апельсин, 1 түйір лимон, жалбыз, қант. Неке осыдан шәрбатымызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен апельсинімізді лимонның үстінен қайнап тұрған судан құйып қоямыз, ащы дәмін алу үшін. Алдымен шабдалыларымызды екіге бөліп, ортасындағы сүйегінен ажыратып, банкімізге теңдей қылып бөліп салып аламыз. Шабдалыларымызды салып болғаннан кейін, енді апельсинімізді ортасынан қақ бөліп, жұқалап тіліп, 2 банкіге теңдей қылып салып аламыз. Лимондарымызды да ортасынан қақ бөліп, жұқалап турап, банкіге салып аламыз. Үстіне теңдей бөліп, жалбыздарымызды саламыз.
Қайнап тұрған суымызды банкілерімізге толтырып 5 минутке аузын жауып қойып қоямыз. Банкідегі суымызды ыдысқа қайтадан құйып алып, әр банкіге 200 грамм қанттың есебінен ыдысымызға 400 грамм қант салып, отқа қоямыз. Шәрбаттарыңыздың тәттірек болғанын қаласаңыздар, тағы да 100 грамм есебінен қант салуға болады. Қайнап жатқан сиробымызды мен банкімізді толтырып, аузын бекітеміз. Егер менің осы видеом соңына дейін көрсеңіздер, қажеттеріңізге жараса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Егер менің бұрын арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің видеоларымды бірінші рет болып сіз көретін боласыз. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Назарларыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге менің лайфхак. Менің қолымдағыдай банкі сіздерге таныс шығар, тұманданып кеткен. Сіздер тастауға асықпаңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Банкімізді осылай ашып алайық. Ашып аламыз, суды қайнатып қоямыз. Тастамаңыздар, өйткені бұл біздің жаздайғы еңбегіміз ғой. Сондықтан да тастауға асықпаңыздар, қыздар. Банкін ашып алғаннан кейін ішінен бір түйір қиярды алып кесіп көрдім. Дәмі де жақсы, жағдайы да жақсы екен. Сондықтан да қайтадан басуға болады. Банкідегі суымызды ыдысқа құйып аламыз. Бұл су бізге керек емес. Суын төгіп тастағаннан кейін ішінде қиярымызды бір ыдысқа аударып салып аламыз.
Қарап отырсаңыздар, менің банкіге салған сарымсақтарым жап-жасыл болып кетіпті. Сондықтан да сарымсақтарын алып тастадым. Банкілерімізді қайнап тұрған суменен жақсылап тұрып шайқап аламыз. Енді банкімізге қиярларымызды қайтадан салып аламыз. Банкімізді қиярымызды салып болғаннан кейін қайнап тұрған суды толтырып құйып, 4-5 минутке қойып қоямыз. 5 минут тұрғаннан кейін суымызды банкідегі қайтадан ыдысқа құйып аламыз. Банкідегі суымызды төгіп тастағаннан кейін, енді банкімізге біраз қасық тұз саламыз, біраз қасық қант саламыз. Қайнап тұрған суымызды толтырып құйып, біраз қасық сірке суын құйып, банкіміздің аузын бекітеміз. Ыңғайлы жерге апарып төңкеріп, жылы жауып қоюды ұмытпаймыз. Мінекей банкімізді қайтадан екінші рет басып алдық. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, қажеттеріңізге жарап жатса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін менде қысқа дайындық. 40 қабатты тұздап және оны сақтаудың рецептімен бөлісетін боламын. Халық арасында капуста по-дунгански деп те жатады. Мен өзім жылда дайындайтын рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, қажеттеріңізге жарап жатса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, қазақша контентті қолдап тіркеле кетіңіздер. Алдымен 40 қабатымыздың сыртында бір-бір қабатын алып тастап, жуып тазалап сорғытып аламыз. Егер 40 қабатымыз өте үлкен болса, 6 бөлікке бөлеміз. Шағын болса, 4 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей 40 қабаттарымызды бөліп алдық. Маринад үшін суымызды қайнатып қойдық. Енді ысып жатқан суымызды алып, әр литріне 1,5 ас қасықтан есептеп, йодталмаған тұз саламыз. Кәдімгі қара тұз. Каменный деп те жатады ғой, сол тұзды аламыз. Осы суда тұзымызды әбден ертіп алып, 40 қабатымызды үлкен бір ыдысқа салып алып, үстінен осы сумен толтырып құямыз. Үстінен суды толтырып құйғаннан кейін ауыр затпен бастырып, 3-4 күнге жылы жерге қойып қоямыз. 3 күн суда тұрған 40 қабатымызды судан сүзіп алдық. Енді 40 қабатымыздың арасына жағатын салмасын дайындап аламыз. Салмасы үшін 2 бас сәбізді үккіштен өткізіп алдым. Соус мен жазуын дайындап алған соусым YouTube арнамда бар, дайындалу жолы. Сонымен бірге ащы бұрыш аламыз. 2 бас сарымсақты да үккіштен өткізіп қоямыз. 150 мл кетчуп аламыз. Бәрін салып, сәбіздің үстіне салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Салмамызды жақсылап араластырып алдық. Енді қолымызға қолғап киіп алып, 40 қабатымыздың арасына салмамызды тығып, екі жағынан жағып, ыдысымызға саламыз.
міне дәл осылай етіп ыдысымызға орналастырып, әр салған сайын бар күшімізбен салып, нығыздап қоямыз. Мінекей қырыққабатымызды салып алдық. Енді өзінен түскен жапырақтарын алып, бетіне салып, үстін тағы да ауыр затпен бастырып, жылы жерге 3-4 күнге қойып қоямыз. 3-4 күннен кейін өзінің қышқыл иісі шыға бастаған кезде салқын жерге шығарып тастаймыз. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.